Мен өзімнің туған анам маған айуан ишакбас екесін дейді да, ол әңгіме қайдан шығып отыр? Келіншегім жаңа қызым 4 класты бітіріп жатыр, видео түсіріп жіберген ғой. Менің қызым шетте вальс билемей отыр. Сонымен ана қызына вальс билемет деген, сонымен әке ұрсат деген о қыз. Сонымен маған мамашка ренжіп тұр да, сен айуан екесің, 4 кластың қызы не түсінеді дейсің вальс билегеннен дейді да. Әңгіменің бәрі осыдан шығады ғой. Шешеңді сыйлайын, садикте вальс билеп жатырық, 4 класты бітіріп билеп жатырық, 11-ді бітіріп жатырық. Енді құрметті ағайын, мен бір жаманшылық шақырып жатқан жоқпын. Бірақ пәленбай қыз мектеп кезінде жаңағы жүкті болып қапты, пәленбай қыз мектеп кезінде аборт жасапты деп, жаңа білім министрлігі, ойбай, бұның бәрі қаяқтан шығып жатыр деп шешеңді сыйлайын, аспаннан түскендей таңғалады да, әкең бәрі осындай нәрселерден басталады. О шешең сыйлайын, белінен ұстап билеу бұл норма екен ғой, бұның ешқандай бір әбестігі жоқ екен ғой деген түсінікті шешеңді сыйлайын. Анау мектептен құйып жатыр да, басына шеше 4 класстан садиктен бастап, конкретно. Мынау 11-ді бітіріп жатқан қыздарымыздың киімі ең құдай сақтасын. Пәленбай миллионға абатқан киім, бірақ ашық шашық жалаңаш, құдайдың өз кешірсін, бір жеңіл жүрістілер сияқты. Орамалға рұқсат бермейді мектепте. Дұрыс емес шығар орамал, бірақ ақиқатында. Бірақ шешеңді сыйлайын, тоңқайса көті шешең сыйлайын, алдына қараса бір жері көрінетіндей шешең. Мынандай әкең қысқа юбка, ол норма. Сонда бұл шешеңді сыйлайын, не қарап отырсыңдар деймін да, білім министрлігі. Не істеп отырсыңдар? Енді мына шешеңді сыйлайын, вальс билейтін жігіттер костюм шалбар, ойбай гүл апару керек, ойбай алтын тағу керек мұғалімге. Елімізде тек қана спортсмендер шығып жатыр мықты деңгейде. Кәні шешеңді сыйлайын, білімнен бір мықты деңгейге шығып, әлемді таңғалдырып жатқан бізде математиктер, бізде сондай мықтылар бар ма? Бар шығар. Саусақпен санарлық. Шешеңді сыйлайын, мектеп аралық сондай той, би шешеңді сыйлайын, содан аспай атсыңдар конкретно. Мына 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық деп бір шеше ата-бабаң соғыстан қырып жойып келгендей, тек қана тойлауға, тойды айтпағанда осы 25 сентябрь шешеңді сыйлайын, сұмдық тойдың паталауын қойып атсыңдар ғой. Арау группада ақшасы барлар, бит жазады группаға, класстастардың группасына ақшасы бар да, бар боқпаған оның ақшасы. Шешесін сыйлайын, осы бір 20 жылдықта 300 мың теңге шығарамасаң, не үшін шалбар киіп жүрсің әкесін ау деп. Кісі бопшы өзінің ақшасы бар ғой, ана симай атыр әкеңнің ау. Сонда 6-7 бала шағасы бар, бала шағасын зорға асырап жүрген әке, намысқа тырыс, біздің қазақтың жігіттері негізі текті намысты да, намысқа тырысып шешең сен жаңа 300 мың теңгемен 20 жылдыққа қатысады ғой. Шешең шорбайына қатысасын ба деймін да, әкең ау, бір жеткен жетістігіміз бар ма? 20 жылдықта не істедің әкең ау? Елің үшін, ауылың үшін шеше сыйлайын, бір адам таңғалатын нәрсе істедің ба? Не үшін тойлаймыз біз осы нәрселерді? Мысалы, по факту алып келген кезде. Менің атам соғыс басталған жылы 45 жыл соғысқа кеткен. Соғыс басталғанда 18-ге толғанда. 7 жыл соғыста болған ғой, соғыстан кейін 2 жыл тағақ баған қала тазалауға. Өйткені соғыс басталған кезде келген ғой. Сонда атамыз айтады, ең ауыры оқ бітіп баған, жаңағы мылтықтың басында пышақ болады, сондай менен сұғып немісті өлтіргем, сол ауыр болып дейді, аты оңайырақ дейді. Сонда адам атып өлтіру оңай болып тұр ғой соғыста. Пышақпен бейт, пышақта өлтірген ауыр болды дейді. Сол кісі военный формамен бір дорбамен келді ауылға спокойно. Шешеңді сыйлайын, 11 жыл мектеп отыр, оқып бітірген. Бір қырып жойып кеткенде әкең ау сырапшылдыққа жол беріп, кортеж, вертолет, әкең ау соғысқа барып келсеңдер білмеймен, шешесіне рахмет. Ес жиятын кез келді. Алпауыт Қытай тұр біздің көршіміз. Шешеңді сыйлай, Қытайға құл боламыз әкең ау. Қазір осы тойлап жүрген жастар құл болып шешең сыйлай, солардың жұмысын істейміз. Ақиқатында. Қазір есті жиып осындай нәрсенің бәрін реттемесек шешеңді сыйлайды. Білмеймін қайқа кетіп баратқанымызды. Кетіп баратық бір жаққа әйтеуір. Ассалаумағалейкум достар, сіздер байқайсыздар ма жалпы Қазақстандағы кез келген бала бақшаларды алып қарайтын болсақ, жалпы негізгі жұмыстары олардың балаларға ойын ойнатқызу мен ән айтқызу, билеткізу. Кішкентай балаларды билеткізе береді, көйлек жинау керек, ойбай ананы істеу керек деп. Не үшін бізден ғалымдар, мықты вундеркиндтер көп шықпайды? Міне себебі бізде білім беру жүйесі балабақшадан басталады. Фундамент, яғни балабақшадан қаланады баланың. Ал біздің балабақшаларды өкінішке орай тек әндету, билету, ойын сауық, мән мағынасы жоқ ойындар ойнатылады балаларға. Мысалы, дамыған Жапонияны, Қытайды, Кореяның балабақшаларын қарасаңыздар, оларда ойын ойнатылады, бірақ қандай ойын олар?
логикалық ойындар. Мысалы, ойыншық үйлерді құрау, ойыншық машиналарды жөндеу, неше түрлі логикалық ойындар ойнатылады. Соның арқасында нәтижесінде білесіздер, ғалымдар мықты вундеркиндтер шығып жатыр олардан. Өйткені фундамент балабақшадан қаланған орта мықты. Ал бізде өкінішке орай әнші биші көп. Нәтижесінде бізде балабақшада соларға негізделген ойындар ойнатылады. Би, ән, билету, неше түрлі бір ешқандай мән мағынасы жоқ, логикаға жоқ ойындар біздің балабақшаларда. Мүмкін содан шығар деп ойлаймын, бізде мықты ғалымдардың әлі шықпай жатқаны. Ата-аналарға ескерту. Әсіресе мына қалаға қызын оқуға жіберген ата-аналарға арналады. Мен сіздерге біраз шындықты айтып берейін. Қызым қалада оқып жүр екен деп қарап отпаңыздар. Қазір көп қыздар жарытып оқып жүрген жоқ. Қыздар өте көп қатты бұзылып кеткен қазір. Мен өзім Алматыда жүргеніме 3 жыл болды. Талай әңгімені естіп көзімізбен көріп жатырмыз да, мысалға. Қазір қыздар Instagram, TikTok қолданады. Сол жерге өзінің ашық фотоларын, видеоларын салатын болып кеткен да. Кеудесін ашып фотоға түсе салады, кіндігін ашып фотоға түсе салады, фигурасын былай көрсетіп фотоға салады. Бұл жерде ұят болады деген нәрсе бар, күнә болады деген нәрсе бар. Туысқандар тоже көріп отыр бұл жерде. Одан бөлек қазір қыздардың көбіне одноразки деп аталады. Темекі сияқты, бірақ темекіден 10 есе зиян нәрсе. Соны шегетін болып кеткен. Прям өте көп қыздар шегеді. Қазір көп қыздар клубқа барады, ішеді, өте бұзылып кеткен. Мен үлкен қыздарды айтпай қояйын. 15, 16, 17, 18 жастағы қыздардың өзі қазір кім көрінген еркектің қойнында жүр. Сол үшін қызыңыз не істеп жүр? Бір анда-санда үйіне алдын ала ескертпей бір барып қайтыңыз. Кіммен тұрып жатыр? Не істеп жүрген біліңіз. Егер бұзылып кеткен болса қызыңыз, ортасын өзгерту керек. Кейбір қыздардың бұзылуына ортасы әсер етеді. Ақылыңызды айтыңыз, ұрсатын жерінде ұрсыңыз, ұратын жерінде ұру керек. Дұрыстап тәрбие беру керек. Егер одан кейін өзгермей жататын болса, бір жақсы мықты жігітке үйлендіріп жіберу керек. Мүмкін содан кейін өзгеруі мүмкін. Или тіпті одан кейін қатты бұзылып өзгермей жатса, ауылға қайтарасыз, немесе медресеге оқуға жібересіз. Егер еркіне жіберетін болсаңыз, ол қыз ары қарай бұзыла береді. Мен айтып отырған нәрсе сұмдық нәрсе емес. Нағыз сұмдықтың көкесі. Егер ары қарай сол жасай беретін болса, сол тірлігін, сол кезде сұмдық болады. Некесіз ертең бала туылып жатса, сол кезде сұмдық болады. Арақ ішіп, темекі шегіп, денсаулығын құртып, мүгедек бала туылып жатса ертең, нағыз сұмдық сол кезде болады. Сол үшін қазірден бастап қадағалаңыздар. Мына телефонның ішінде родительский контроль деген бар. Қызыңыздың не істеп жүр, кіммен сөйлесіп жүр, қайда жүр, бәрін көріп отыруға болады. Соны қосып алып, тексеріп қарап отырыңыз. Бұл видеоны түсіру маған да оңай болған жоқ. Мен де туыстар көріп отыр, ұят болады деген нәрсе бар. Бірақ айтайын, қызыңызды жылына 1 рет больницаға апарып тексеріп отырыңыз. Арақ ішіп жүр ма, темекі шегіп жүр ма, гинекологқа апарып тоже тексеріп отырыңыз. Қазір көп қыздардың ары жоқ. Көп қыздар арынан айырылып қалған. Ар намысы ұят деген нәрсе бойынан мүлдем кетіп қалған. Соның бәрін қадағалап тексеріп отырыңыздар.